кешегі поездкадан кейін қатырып ұйықтап алдым. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гопник. Бүгін мен яғни қаладан жаңа үй алып, ипотекаға, сол қалаға енді үйіме көшіп келдім. Міне үйім, балконы. Ё-майо, холодильникте азық жоқ. Барып магазинге бару керек болды. От души вид душқа түсіп алайын. Жос болды. Так. Болды. Енді шығайық құрсын магазинге. Как раз соңғы ақшам қалыпты, 5 изумруд бар. Сатып алып алайын мен. Қалада өте дәу екен. Мен ашып кетті уже ит жаттайым деп. Көшеде адамдар жүреді екен ғой. Гараждың ары бетінде таксиге мен бірдеңеге мінем ғой. Жеге, салам алейкум. Ой. Ахуел ғой мыналар, не шешен. Ой. Қуаманалар. Су жоқты ғой емет. Мәні. Аналарын қуады екен ғой таза. Бәлі, мен даусын шартынан апты сабым ғой. Пистолетті. Өлді, ё-майо. До конца наху. Біргел япты, байамайт, қайқасы келіп кетті аналар. До конца нешеуін өлтірдім мен. Бля, қашу кереген наху. Қашамыз. Анау тұру ешеп бастар. Мәмә. Ой, қашты. Ой, полиция тұр ғой. Тоқта кәні. Тоқта. Мән, сука. Сучка ебаная. Мәмә. Бұды. Мен қайдамын? Сен біздің учаскесіндесің. Мен неғып отырмын, айт. Құрметті Гопник, сен бағана ғана полицияның көзінше 2 адамды атып өлтірдің. Және де құжатсыз суық қару қолдандың. Сондықтан да біз сені 20 жылға бас бостандығынан айырып, түрмеге жаптырайын деп жатырмыз. Неге? Сен өйткені адамды өлтірдің. Олар бірінші келіп маған ұрды. Сендердің құқықтарың жоқ мені ұстауға. Біздің толықтай құқығымыз бар. Сенің қолың байлаулы. Сен ешнәрсе істей алмайсың. Қаппат деген ая. Так. Шешіп алайын қолымды. Бір қолым шештім кәні. Қарамай тұрғанда. Пистолетім тұр екен. Бәрін алып алайын. Қолым шешілді. Байламай ма дұрыстап? Байлаған соң. Ой, қайда кеттің сен? Қаш, сен. Қаш. Қаш, біле. Қаш. Ё-майо, қаяқ мынау наху. Қаяққа кеп тастаған мені. Ё-майо, қаяқ мынау деген. Үйлер зор екен. Базар жоқ. Қайқа болсын, мен қашып кетуім керекпін қазір. Мен ұстап алса хана қазір. Маған хана болады. Ой, нау қаяқ. Заброшкама не білен ол. Кірсем қайтып шығамайым ғой оттан. Көтеріп кетейік на төбесіне қарай. Енді істеймін. Қыршыннан қырылдық қой, қыршыннан. Не қойдым, анаған атып өліп қалды ғой. Ё-майо, енді не істеймін? Мәссаған. Бар болғаны 23 жасымда адам өлтіріп соттап кетеді деп кім ойлаған мені? Завод па, не білен ол? Так, ена мен үй жағым ғой. Анау ешек бастар әлі тұр ғой анау. Атайыншы аналарға.
мә тиген де жоқ аналарға. Оңбағандар. Мен қазір сауатты барып өлтірем до конца, ісін тындырам. Мә адватып кетейін қазір. Полиция бар, бірден осы жаққа келеді, сосын дыбыс естігеннен кейін. Так, жүгіреміз енді, тезірек жүгіру керек, полиция уже артымызда шығар. Аккуратно тығылып бару керек. Гараждың артында олар, по-моему. Бергендер ешек бастар. Мә. Ой. Мә, до конца. Кейін қайқа барамыз. Тезірек қашып кету керек мынаяқтан. Мен үйіме кіріп тығылып қалайын ба, бәрібір келеді артынан, Үйіме кіріп тығылсам да басқа жерге кіріп, мен басқа үйге кіріп кеттім ғой, әлі жаттамаған ғой көшені. Ойнайтын площадка бар еді, осы жақта әйтеуір. Анау екен ғой. Қашу керек маған енді тезірек. Йо-майо. Кеше ғана көшіп келіп едім қалаға. Районы, бірақ бұл қалада мен ойымша рекетирлер басым полициядан көрі. Олар маған түк істей алмады бағана бірақ. Ал жарайды. Мен қалай сауайын осы жерден. Жарайды, сізден бірге болған мен Гопник. Арнаны тіркеп лайк басыңыздар, сау болыңыздар. Келесі серияда көріскенше аман сау саламатта болыңыздар.